Сәуір айының 25 жұлдызында Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің бас ғимараты акт залында Байтұрсынов оқулары 2014 21 ғасырдың басындағы Қазақстанның білім беру және ғылыми саласы мәселелер, ізденістер, шешімдер атты ғылыми практикалық конференцияның ашылуы өтті. Алғашқы кіріспе сөз Қостанай мемлекеттік университетінің ректоры Наметов Асқар Мырзахметұлына берілді. Мы добиваемся инновационного содержания образовательного процесса на основе выполнения принципов универсальности, полноты набора учебных дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку специалистов, междисциплинарной кооперации научных исследований, учебных курсов, содержательного и структурно-функционального единственного образовательного процесса, вариативности, гибкого сочетания обязательных базовых курсов и элективных дисциплин. Әлемнің бірқатар Италия, Франция, Ресей, Украина сынды елдерінен келген қонақтарымыз өз баяндамаларымен таныстырып, ғылым және білім мәселелерінің моделі және коммуникациялық ақпаратты меңгеру, халықаралық ынтымақтастық, университет дамуының шешуші фактор атты бірнеше тақырыптарда сөз қозғады. You know that for the teaching nowadays, our main purpose is to form students for the challenging abroad. It's not longer the time to form students for the domestic war. Сонымен қатар еліміздің жоғары оқу орындарынан келген қонақтарымыз биылғы келі білім ордамызның 75 жылдық мерейтойына орай өздерінің ізгі тілектерін арнап естелік сыйлықтарын табыстады. Біздің университетіміздің 75 жылдығы, соған арнайы Ахмет Байтұрсынов оқулары халықаралық конференция өткізіп жатырмыз. Осы жерде өзіміздің жетістіктеріміздің көрмесі өте қызықты өтті деп ойлаймын. Өйткені шетелден келген және басқа жоғары оқу орындарының ректорлары өте қызықты қарады. Мен тілейтінім енді осындай конференция жылда өтетін болсын. Donc ça m'a fait très plaisir d'être ici pendant 2 semaines. Bon, c'était court, une période était courte, mais bon, c'était quand même très agréable. J'aimerais bien souhaiter la prospérité aux étudiants, aux professeurs, aux recteurs, à toute l'université, à Kazakhstan. Donc le bonheur, la santé, l'amour, donc tout ce qu'on souhaite, la réalisation des rêves. Donc toutes les bonnes choses et que le bonheur vous accompagne dans la vie.